оқушылар, бүгін мен сіздерге Paint программасында фигуралармен жұмыс жасау тәсілдерін көрсететін боламын. Ол үшін кез келген фигураны алып, жұмыс орнында сыза аламыз. Осылай фигуралармен жұмыс жасауға болады. Мысалы, үшбұрышты алдық, енді осының біз контурын өзгерте аламыз. Ол үшін мына жерден кез келген өзімізге ұнаған түрін таңдасақ, дәл сол деңгейге біздің неміз түсетін болады. Үшбұрышымыз, мысалы, сплошной свет, пастель, маркер, масло, текстурный карандаш және акварель. Астыңғы бөлікте үшбұрыштың қалай өзгеріп жатқанын көріп отырсыздар контурны. Енді талшина, яғни біздің үшбұрышымыздың қалыңдығы, мысалы, жіңішке, одан қалыңдау, қалың және өте қалың бір түрін таңдаймыз. Залипкіге барған кезде сол неміздің үшбұрышымыздың сыртқы несінің светі де солай боялатын болады. Өзімізге ұнаған бір түрін таңдаймыз. Енді осының көшірмесі үшін бояу үшін алдыңғыдай залипкіге барып, кез келген бір түсті таңдап, ішіне басқан кезде біздің неміз фигурамыз боялатын болады. Осының көшірмесін алу үшін бізге үшбұрышымызды толықтай белгілеп аламыз және Ctrl, яғни клавиатурадан перне тақтадан Ctrl пернесін басып тұрып, көшіретін болсақ, көшірмесін ала аламыз. Ал егер де толықтай із қалдырып көшірмесін жасау үшін кішкене ғана төртбұрыш алып, ішін басқа түске бояйын. Şimdi бояп, енді осының көшірмесін алу үшін тік төртбұрышымызды толықтай белгілеп аламыз. Аламызда Shift батырмасын басып отырып көшірмесін аламыз. Ізін қалдыра отырып, бізге көшірмесін жасап шығарып жатыр. Симметриямен жұмыс жасау үшін маған қонжықтың суреті қажет болады. Ол үшін рабочий столда сақтап қойған суретімді алып алайын. Рабочий столға барамын. Мен сақтап қойған суретімді алдым. Енді осының көшірмесін алу үшін белгіленіп тұрған тышқанның оң жағын басу арқылы копировать етемін. Және вставить еткен кезде міне көшірмесі пайда болды. Осы пайда болған көшірмені мына жерде повернуть деген бар. 90 градусқа 90 градус оң жаққа, 90 градус сол жаққа және горизонталын өзгерте алады. Өзгерткен кезде қонжықтың екінші бетіне ауысты. Симметрия бойынша дәл қонжықтың қасына орналастырған кезде біздің қонжығымыз дайын болады. Қонжықтың суретін симметрия жасап алғаннан кейін енді біз жазуымызға да болады. Ол үшін яғни текстті аламыз, мына жерге орналастырамыз да, қонжық деп жазайық. Қонжық. Осылай біз сөзді де Paint программасында жаза аламыз. Ортаға қоямыз және осы жасаған жұмысымызды біз принтерден шығарсақ болады. Ол үшін файл, печать, өзімізге қажетті принтерді таңдап, печать батырмасын басқан кезде біздің суретіміз қағазға басылып шығатын болады. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын.